Barchangizga xayrli kun do'stlar. Bugun uyda osындай жоп-жұмсақ болып pishетін батончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Подписаться бөлімін басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы суымызды 400 грамм құйып аламыз. Жылы суымызды құйып болған соң, дрожжымызды салып, үстіне құмшекерімізді салып, бір қасық құмшекер салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, жылы жерге бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут болған соң, мінекей дрожжымыз көтеріліп, әдемі болды. Енді осының үстіне 50 грамм зәйтүн майын құятын боламыз. Сары майды ертіп қойсаңыздар да болады. Мінекей енді тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз ерігенше. Достар, каналыма кіріп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Енді електен өткен ұнымызды бірденен салып жібермей, қасықпен шетінен салып, қамыр жасайтын боламыз. Қоюланғанша осылай қасықпен істейміз, сосын барып қолмен елейтін боламыз. Мінекей. Менде пионер ұны, қандай ұнмен жасасаңыздар да болады. Разница жоқ. Мінекей қоюланды. Енді қолмен илеп, мінекей қамырымыз дайын болды. Енді 20 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей осылай жылы жерге қойып қоятын боламыз. Бетін сүлгімен жауып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырымыз дайын болды. Енді осыны бөлшектерге бөлетін боламыз. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Таразыға салып бірдей болсын десеңіз, таразыға салып бөлсеңіздер де болады. Мен қазір көз мөлшерімен бөлетін боламын. Мінекей қолдарыңызға жабысып жатса, қолдарыңызды майлабасаңыздар жабыспайтын болады. Мінекей 4 бөлшекке бөлдік. Енді осыны зуала жасап қоямыз. Толық рецептісін астына описанияға қалдыратын боламын. Келесіде тағы да видео түсіретін боламын. Достар, мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер, менің видеоларымды өткізіп алмайтын боласыздар. Көп адамдар тіркелмей қарайды. Тіркеліп қарасаңыздар, менің күнделікті видеомды қарап отыратын боласыздар. Өткізіп алмайтын боласыздар. Мінекей осылай батончик нанымызды осылай жасап аламыз. Батончик нанымызды осылай жасап, колбаса сияқты жасаймыз. Шет жағын осылай басып қоямыз. 10 минутқа бетін жауып, демалдырып аламыз. Сүлгемен. Оға дейін қазанымызды қайнатып қоятын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді үстін өткір пышақпен кесіп шығатын боламыз. Осылай кесеміз. Піскен соң кессеңіздер де болады. Мен қазір кесе салдым. Енді қайнап тұрған суымызға бір қасық содамызды салып, нан соды кәдімгі пищевая сода салып, нанымызды қайнатып алатын боламыз. 1 минуттан артық ұстамайсыздар, 1 минут салып аламыз. Мінекей. Жақсылап қайнап шықты. Енді келесі бетін аударатын боламыз. Келесі бетін аудардық, мінекей. Осылай.
Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді сүзіп алып, сразу қалпына салатын боламыз. Мына салып, жұмыртқа жағып шықтым. Сіздер жақпасаңыздар да болады, жақсаңыздар да болады. Бетіне күнжіт себіңіздер. Күнжіт болмаса, мақ сепсеңіздер де болады. Үйде бар қажетті заттармен жасай бересіздер. Өте оңай. Видеоға қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінекей нанымыз жұмсақ үлбіреп шықты. Каналыма подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.